Ата, осы түнде бастырылып қалдым дейді біреулер. Болмаса біреу бір елес көрдім дейді. Болмаса бір әлгі бір домовой деген бір сөз бар. Осыларды бір ажыратып айтып беріңізші. Барлығы жын ба әлде не нәрсе өзі? Жалпы үйімізді қалай таза ұстаймыз, осыны сұрағым келеді. Домовой вана деген жын деген өзі. Домовой деген нәрсе болмайды ол. Орыстарда айтады домовой. Осы жүре деген нәрсе жын ол. Осыны адам таза сақтау үшін пайғамбар алейхисалам айтты. Кімді үйінде бір рет Бақара сүресі тыңдалса, осы жерде жын тұрмайды деді. Шайтанын да тұрмайды. Қара. Кімді үйінде азан шақырылатын болса, азанды таусыз жеткен жерге дейін артынан жел шығарып шайтан қашып кетеді деді. Қарашы. Келмейді ол жерге. Сонысын сол нәрселерді не қылуымыз керек. Кейін пайғамбар алейхисалам айтты. Үйіңдеріне не қылып қабірстан қылып қоймаңыздар. Молаға айлантырып қоймаңыздар. Намаз оқып тұрыңыздар деді. Кім үйінде мына сүннет намаздары, түнде тұрып тахаджуд намаздары, нафил намаздар, сүннет намаздар оқылып тұратын болса, үй таза болады ол. Оның орнына біз арақ сақтап қойсақ, оның орнына біз наркотикті сақтап қойсақ, келген адамдарға бағана арақты беріп, мәз қылып, үйде не болып жатқанды білмей, осындай қылып ластап тастасақ, әрине ол жерде шайтан жын көбейіп кетеді. Әрине ол жерде домовой деген нәрсе жүріп қалады енді кейін. Ол домовой емес, осы жын ол, шайтан ол. Осы нәрселерге жақын нәрсе. Шайтанның жолдастары да ол. Жамандықты көмекшілері ол. Жамандықты кім шақырып жатыр? Өзің шақырып жатырсың сол. Жақсылықты кім шақырып жатыр? Өзің шақырып жатырсың. Бағана намазыңды оқып, нелерні түнде тахаджудтан намаздар оқып, не қыладың болсаң, өзіңді таза тұтасың. Бақара сүресін қой, пайғамбар алейхисалам үйретті соған. Бұл таза болды қойды үйің. Балдарыңа жақсы, өзің тыныштықтасың, жақсы ұйықтайсың, кейін дәрет білен ұйықта деді. Ұйықтап жатқанда бағана үйретті қой. Ихлас Фалақ Нас сүрелерін бір оқып, не қылып жатып, дәретің білен келіп ұйықтайтын болсаң, рахатты ұйықтайсың. Оның бір жақсы жері тағы да Аллахта бағана бәрі нәрсенің есеп кітабы бар деп жатырмыз ғой. Сені түнде де ғибадатта деп жазады бағана кірамин кәтибіндер. Түнде де ғибадат. Сені әрбір алған нәбізің тәсбих болып тұрады сол кезде. Сен дәрет білен жаттың. Аллахның нелерін, каламдарын оқып жаттың. Сен Аллахты ла иляха иллаллах Мұхаммаду Расулуллах деп иман келтіріп жаттың. Өліп қалсаң да иман білен кетесің. Қанша адамдар ұйықтап жатып кетіп қалып жатыр. Өзі пайғамбар алейхисалам еді, ұйқы жарты өлім деді. Неге? Ұйықтап жатқан адам тамақ жей алмайды. Жей алмайды ол. Ұйықтап жатыр ол. Ұйықтап жатқан адам бір нәрсені алып, бір нәрсені қоя алмайды, жүре алмайды, не қыла алмайды. Жарты функция тоқтаған кез болады.